Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте әдемі, дәмді балды торт жасаймыз. Бұл торттың жасалуы өте оңай. Басқа рецептердің ерекшелігі, бұл жерде біз ешқандай да оқтауды қолданбаймыз, яғни қамырды жайып жасамаймыз. Бұл жерде қамыры кәдімгі бисквитті торттың қамырына ұқсас болып келеді. Бізге керек заттар: ұн, қопсытқыш, шекер, май, 72% болса жақсы болады, әсел және де 6 жұмыртқа. Ең алдымен жұмыртқалардың ақуызынан сарыуызын ажыратып, 2 ыдысқа бөліп салып аламыз. Одан соң ақуызымызға шекерді аз-аздан сала отырып, миксермен әбден ағарғанша осылай шайқап аламыз. Сарыуызымызға қалған құп шекерді салып, оны да ағарғанша миксермен шайқап аламыз. Енді сарыуызымызды ақуызға салып, барлығын бірге қосып, миксермен тағы да бір шайқап аламыз. Әселге 1 шай қасық сода қосамыз, және де үстіне бағанағы дайындап қойған майды салып, барлығын араластырып, микротолқынды пешке салып аламыз. Сәл-сәл қызарып, ішіндегі майлары еруі тиіс осылай. Сәл суытып аламыз, бірден құймаңыздар, себебі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Сәл 1 минуттай суыған соң ғана жұмыртқалы массамызға әселді қосып, жақсылап 2 минуттай тоқтаусыз миксерлейтін боламыз. Енді қопсытқышты ұнға салып, сол ұнның ыдысының ішінде араластырып аламыз да, жай-жайдан жаңағы массаға сала отырып, араластырамыз миксермен. Онды аз-аздан сала отырып, біркелкі масса болғанша араластыруды тоқтатпаймыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осындай 1-4 кесеге қамырымызды бөліп салатын боламыз. Бұл кәдімгі сорпа ішетін кесе, орташа. 4-еуі де бірдей болуы тиіс. Себебі қамырымыз, қорждарымыз біркелкі болу үшін осылай алдын ала бөліп алғандарыңыз дұрыс. Міне қамырымызды бірдей етіп 4-ке бөліп алдық. Енді әрқайсысын жеке-жеке осылай пергамент төселген формамызға құйып аламыз. Менде 4 бұрышты форма. Сіздер қалаған формаңызбен жасай берсеңіздер болады. Мына кәдімгі әсел пештің 4 бұрышты формасына мен осылай жайып, мындай спатуланың көмегімен жайсаңыздар оңай болады. Бұл спатула болмаса, кәдімгі лопаткамен де жасай бересіздер. Барлық жерін біркелкі етіп жаюға тырысыңыздар, себебі бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетпесін. Енді дайын болған қамырымызды 180 градус қызып тұрған пешке 10 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің дайын болған қуырыштарымыз осылай әдемі болып қызарып піседі. Жаңағыдай пергамент қағазын алып аламыз. Ол үшін осылай аударып аламын. Сол кезде оңай алынады. Ешқандай да жабыспайды. Мен майда жаққан жоқпын. Енді осылай барлық қуырыштарымызды пісіріп алған соң, осындай пышақтың көмегімен шеттерін тегістеп кесіп аламыз. Мына қалған бөліктерін бізге жаңа крошка жасауға, бетіне сепкенге, жанына сепкенге алып қалыңыздар. Бізде барлығы осындай 4 корж шығады. Оларды мен осылай ортасынан бөлемін. Сонда бізде 8 корж шығады.
негізі ортасына бөлмей осындай үлкен қылып жасасаңыздар да болады. Мен жаңағыдай тоңазытқышқа салғанға ыңғайлы болсын деп осылай екіге бөліп жасап жатырмын. 8 коржды 4-4-тен 2 осындай овалды тарелкаге 2 медовый торт қылып жасап жатырмын. Сіздер өз қалауларыңызша жаңағыдай үлкен қылып біреу қылып жасасаңыздар да болады. Орталарына кәдімгі арнайы мен дайындап қойған осы заварной кремді жаға отырып тортты жинаймыз. Әр коржға 2 қасықтан салсаңыздар жетеді. Енді өз қалауларыңыз бойынша көп қылып салсаңыздар да болады. Тек қана қайнатпалы, яғни заварной крем ғана емес, кез келген крем жарай береді. Мысалы 300 грамм жаңағыдай сливочный масло дейміз ғой, 82%-лық сондай майды қолдансаңыздар болады. Оған бір банка сгущенканы екеуін қосып араластырып, солай крем жасасаңыздар да бола береді. Енді ол өз қалауларыңызға байланысты. Осындай қайнатпалы кремдің жасалу жолын мен астына описанияға жаза кетемін керек заттарын. Жаңа шетінде қалған корждардан осылай езіп аламыз да, шет-шетіне және де бетіне сеуіп аламыз. Осымен біздің медовый, яғни балды тортымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Балды тортымызды жинап болған соң, оны тоңазытқышқа кемі 2 сағатқа салып аламыз. Менде бір түн тұрды. Ал сіздерге қазір кесіп, ортасын көрсетейін. Осы менің рецептім бойынша жасап жатқан болсаңыздар, астына комментарийға міндетті түрде жасап кетіңіздер. Сіздерде қалай болып шықты. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Осылай сіздер де үй ішілеріңізді тәттімен қуантыңыздар. Міне ортасы қандай жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай. Дәмі өте әдемі болып шығады. Менімен бірге келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.